кеш, ардақты телекөрермендер. Сіздермен бірге мен Жанат Көшкінбай. ТДК 42 телеарнасының кешкілік эфирінде тіл алтын тамыр хабары. Өздеріңізге жақсы таныс хабар Батыс Қазақстан облыстық тілдерді дамыту басқармасының тапсырысымен түсіріліп келеді. Бүгінгі бағдарламаның қонағымен таныстырып кетейін. Батыс Қазақстан облыстық тілдерді дамыту басқармасының басшысы Махамбет Ихсанғали. Махамбет аға, біздің бағдарламамызға қош келдіңіз. Өзіңіз білесіз, облыстағы тілдік ахуал, мемлекеттік тілдің дамуына жасалып жатқан жағдай туралы жиі айтып, жиі сөз қозғап жүрсіз. Енді бүгінде сондай бір әңгіменің кезегі келіп тұрген. Алғашқы сұрақ төмендегідей. Бүгінгі таңдағы Батыс Қазақстан облысындағы мемлекеттік тілдің ахуалы қандай? Батыс Қазақстан облысында бірегей мемлекеттік тілдік саясатын жүргізетін құзыретті орган болып Батыс Қазақстан облыстық тілдерді дамыту басқармасы есептеледі. Біздің басқарманың құзырында Батыс Қазақстан облысындағы тіл туралы заңдардың, заңнамалардың орындалуын бақылау, қадағалау және соның сыртында үлкен жұмыс бұл мемлекеттік тіл саясатын жүргізу, мемлекеттік тілді насихаттау, мемлекеттік тілдің қоғамдағы қолданыс тіліне айналу, мәртебесін көтеру болып есептеледі. Бұл шараларды орындауда біздерде осы тіл мәселесінде мемлекеттік тілдің өскелең ұрпақтың жадында қалатындай мемлекеттік тілдің саяси беделін, елді біріктірудегі күш қуатын, біріктіріш күш құрал ретінде пайдалану жұмыстарын насихаттау мақсатында жыл сайын 30 шақты мемлекеттік тілді дәріптейтін шаралар оздырылып тұрады. Бұл шаралар абай оқуларынан басталады, Мұқағали, Оралхан Бөкей оқулары сияқты және біздің көптен бері жұмыс істейтін мамандарымыз бұл аудармашылар. Және жалпы Батыс Қазақстан облысында іс жүргізу саласындағы заңдылықты қадағалайтын орган ретінде біз көбіне аудармашылармен және іс жүргізушілермен жұмыс істейміз. Олардың біліктілігін арттыру жұмыстары, олардың қызметтерінің сапасын арттыру жұмыстары. Себебі бұл салада бізде мемлекеттік тіл дамыту болсын, басқа тілдер, орыс тілі, ағылшын тілдер саласында да тілге төнген қауіп бар. Мысалы, қазіргі кезде біздер әлеуметтік желілерді болмаса бұқаралық ақпарат құралдардың электрондық түріндегі хабарларды алып қарасақ, соның ішінде тек қана өзіміздің ана тіліміз қазақ тілін айтатын болсақ, тілді бұзу фактілері көптеп кездеседі. Жалпы тілді қолданыста өзінің шынайы қалыптасқан түрін сақтай отырып қолдану соңғы кезде азайып кетті. Өздерінің ойларын шала, аралас, құралас тілде орыс тіліндегі сөздерді аудармай, сол төл қалпында қабылдап солай жазуды көп адам қазір өздеріне өздері соған машықтанып алды деп айтуға болады. Бұл жерде бұлардың тіл тазалығын сақтауға ешқандай қазір бізде құқықтық норма болмай тұр. Олар өздерінің ойын жаңағыдай қысқа жазып, не болмаса аралас тілде жазып, қазақ тілінің құндылығын түсіруде. Сондықтан бұл салада біздер көптеген жұмыстар атқарып жатырмыз. Бұл біздің мемлекеттік мекемелердегі іс жүргізудің, соның ішінде құжат айналымындағы құжаттардың сауатты болуы, стилистика бағытында және орфография бағытында сауатты болуымыз қадағалап отырамыз. Егер осыдан 2006 жылы Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік қызметкерлері осы құжат айналымында 39% ғана қазақ тілінде жазатын болса, қазір толық 100% қазақ тілінде жазады және бұл жазған еңбектерінде, құжаттарында, ақпараттарында стилистика ежептәуір қалыптасты деп айтуға болады. Бұрынғыдай қате жіберіп жазу ол жоқ. Және бір жақсы мәселе бұл бұрынғы басқару органдарынан, соның ішінде министрліктерден, орталық атқару органдарынан келген құжаттар қазір көбіне 80-90% қазақ тілінде келіп жатыр. Сондықтан мемлекеттік қызметті істеп жүріп, қазақ тілін білмеу өте қиын жағдай. Енді мына есеп қисап саласында кейбір қазақ тілін білмейтін мамандар қызмет жасап жүр. Сондай есеп қисап саласындағы, бюджет саласындағы бухгалтерлерді алуға болады. Ал жалпы ақпарат беретін, ақпарат жинақтайтын басқармалардың көбінде
қазақ тілін білмейтін мамандар жоқ. Себебі бұл өмірдің талабы. Біздер тіл туралы заңына мемлекеттік тілді білмейтін мамандар мемлекеттік қызметке қабылданбайды деп жаздырмай-ақ, ол өзі өмірдің осы талабы арқылы осылай болып келеді. Себебі көптеген министрліктер қазір өз құжаттарын қазақ тілінде жіберіп жатыр. Енді жалпы оларда қателік жоқ деп айта алмаймыз. Стилистикалық қателері болады, дегенмен ұмтылыс үлкен қазір. Оның сыртында Батыс Қазақстан облысында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының орындалуына тек қана Батыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту басқармасы жауап бермейді. Бұл мемлекеттік бағдарлама Қазақстан Республикасы президентінің қолымен бекітілген. Бұл бағдарламаны орындауда ең басты талапкер республиканың бас прокуратурасы болып есептеледі. Сондықтан құқық қорғау органдары, әділет органдары, мемлекеттік органдар, әкімдіктер, аудандық әкімдіктер бәрі де осы бағдарламаның орындалуына жауапты заңды тұлғалар. Сондықтан біздер білім басқармасынан, мәдениет басқармасынан, облыстық прокуратурадан, облыстық сот органдарынан тілге байланысты көптеген шараларды қадағалап, соларға қатысып, көмектесіп отырамыз. Себебі олардың өздерінің жоспарында әрбір құзырлы мекеме мемлекеттік тілді дамытуға өзінің бюджетінен 10%-ға дейін бөлуге міндетті деген талап бар. Осы салада осындай жұмыстардың бәрін қадағалап, бақылап отыру біздерге тапсырылған. Біздер 2015 жылы 67 мемлекеттік мекемеге тексеріс жүргіздік. Сондай кейбір заң бұзушылықтарды анықтап, оларға шара қабылдадық. Жақсыға, өзіңіз енді осы саланың тізгінін ұстап отырсыз ғой. Белгілі бір жұмыстар атқаруға кездесетін қиындықтар, кедергілер бар ма біздің облыста? Жалпы бұл кезде егер мемлекеттік тілдің дамуын айтатын болсақ, жалпы бізде республикада ресми іс жүргізуде құжат айналымында екі тіл тең пайдаланылады. Бұл мемлекеттік тіл қазақ тілі мен орыс тілі. Бұл жерде көптеген жағдайларда осыған дейінгі жақсы дамыған әлемдік тілдердің қатарындағы орыс тілінің кейбір жерлерде позициясының мықтылығы байқалады. Себебі бір кезде біздің заңғар жазушымыз Шерхан Мұртаза айтқандай, екі тіл тек жыланда болады деп. Бұл мәселеде қазір кезде біздер мекемелердің көбінен, мысалы соның ішінде мемлекеттік емес мекемелерден іс қағаздарын екі тілде, орыс тілінде және қазақ тілінде жүргіз деп талап ете алмай отырмыз. Себебі заңда олай жазылмаған. Заңда мемлекеттік тіл және орыс тілі іс жүргізу тілі ретінде қабылданған. Сондықтан мемлекеттік емес мекемелер, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, акционерлік қоғамдар, солар мемлекеттік меншігі жоқ болса, өзінің пайыздық құрамында, олар орыс тілінде осы кезге дейін тек қана бір тілде, орыс тілінде іс қағаздарын жүргізіп келеді. Оған бізде заңдық негіз жоқ. Сондықтан осы мәселеде де әлде болса қоғамдағы пайдалану деңгейіне байланысты біздің ана тіліміз мемлекеттік тілдің алдында тұрған кедергілер өте көп. Себебі адам баласы өзінің тұрмысына қарай бейімделіп, қай жерде орыс тілі ыңғайлы, орыс тіліне бейім адамдар орыс тілінде сөйлеп кетеді. Қазақ тілінде егер мекемелер жұмыс істеп тұрса, қазақ тілінде сөйлеп кетеді. Сондықтан бұл жерде біздер әлі де мемлекеттік тілімізді жасыратын жоқ, тек қана заңның ғана көмегімен емес, халықтың тілге деген құрметі, сүйіспеншілігі арқылы ғана жасыратын жоқ. Соңғы осы жетістіктерді жетіп отырмыз деп айта аламыз. Дегенмен әлемдегі барлық халықтардың тілдеріне төнген қауіп-қатер бар. Ол қауіп-қатер жаңа айтып кеткендей тілдің болашақта қолданылуы. Мысалы біздер жыл сайын былтыр 2015 жылы 850 адамды қазақ тілінде оқытып шығардық. Бұл 850 адамның көпшілігі басқа ұлт диаспора өкілдері. Енді солардың көпшілігі мына коммерцияда, бизнесте жүрген адамдар. Солар ынтамен келіп оқиды. Олар ең басты біздің талабымыз, олар қазақша сөйлеп тұрған адамды ең бірінші оқытқан бірінші жылы 3,5-4 ай оқытқанда қазақша сөйлеп тұрған адамды түсінетін деңгейге жеткізсек, сол бізге жеткілікті деп есептейміз. Екінші жыл оқытсақ, ол азаматшаны, не азаматты, ол
тек қана түсіне алып емес, оған түсінгеніне жауап бере алатын деңгейге жетсе, онда біз бір белгілі деңгейде табысқа жеттік деп есептейміз. Үшінші жылы ол азамат үшінші жыл оқығанда жазғанды оқи алатындай жағдайға жету керек. Себебі ақпарат бар, ақпараттар келіп түсіп жатады. Соны қазақша түскен ақпаратты оқи алатын болса, ол да бір деңгей деп есептейміз. Енді төртінші деңгей, 4 жыл оқығаннан кейін барып, ол басқұлы диаспораның өкілі болса да, 4 жыл оқығаннан кейін барып, жаңағы қазақша оқыған ақпаратын түсініп, оған жазбаса жауап бере алатын болса, біз сол деңгейді жақсы деп есептейміз. Бірақ мәселе неде? Көптеген бізде оқыған курстарға қатысушылар айтады, осы жақсы оқып шықтық, осы білімімізді сақтау бізге қиын дейді. Себебі барлық жерлерде де жаңағы заңның талабы болмағандықтан, олар орысша ортаға барып түскенде, бір жылдан кейін жаңа алған білімдері таязданып, бар білімін ұмытып, өздері қиындыққа душар болғаны олар өздері айтып жүр. Бірақ бұған бір реттеуші заң нормалары болмаса, жалпы мемлекеттік тілді оқимын деп келген адамдарға Батыс Қазақстан облысының тілдер дамыту басқармасының оқытпауға құқы жоқ. Себебі біздің конституцияда да және Қазақстан Республикасының тілдер туралы заңда да нақты жазылған мемлекеттік тілді оқыту бұл міндетті. Егер жыл сайын оқимын десе, жыл сайын да оқытуға міндеттіміз. Себебі мектепте жалпы тіл үйрету білімі, өзіңіз білесіз, тілді толық меңгеріп шыққан бала мектепте 10 жыл оқиды. Бірінші харіптерден бастайды, содан кейін сөйлем құрастыра бастайды, сосын қазақ тілінің ережесін оқиды, содан кейін әдебиетін оқиды. Сөйтіп 10 жыл оқыған бала тілді толық әдеби деңгейде меңгеріп шығады деген үміттеміз. Ал енді өмірге алдақашан кірісіп қалыптасып кеткен 29 жастан 63 жасқа дейінгі азаматтардың бұрын орыс тілінде тілі шығып, орыс тілінде білім алған адамдардың бір жылдың ішінде 3 ай жарымда қазақтың осындай бай ежелгі тілін үйреніп кете қоюы ол мүмкін емес. Сондықтан олардың оқуға деген ынтасына біз ризашылық білдіріп отырамыз. Жақсы, Махамбет ағай, өзіңіз білесіз, әр нәрседен сұрауы бар деп біз жиі айтамыз ғой. Сіздер азаматтарды оқытып жатырсыздар, мемлекеттік тілді дамыту үшін барлық жағдайды жасап отырсыздар, ақша бөлініп жатыр. Енді сонымен қатар сіздер жыл сайын азаматтардан сынақ аласыздар. Әсіресе мемлекеттік қызметшілерден қазтест сынағы туралы айтып тұрмын. Осы қазтест сынағынан сүрінген азаматтар біздің облыста бар ма? Егер қазтест сынағынан сүрінсе, ол азаматқа қандай шара қолданасыздар? Бұл мемлекеттік қызметтен босатылуы мүмкін бе ол кісі? Қазтест сынағы осы соңғы 3 жылда Батыс Қазақстан облысында ұйымдастырылып отыр. Қазтест сынағын ұйымдастыратын Қазақстан Республикасының ғылым білім министрлігінің тестілеу орталығы. Олардың мамандары арнайы шақырылады. Біздер жергілікті жерде ұйымдастыру, аудитория, басқа да компьютерлермен жабдықтау мәселесін шешеміз. Сосын біздің облыстан қатысатын мемлекеттік қызметшілер, халыққа қызмет көрсететін сала ұстаздар, дәрігерлер, мына халыққа қызмет көрсететін орталықтың мамандары, полицейскийлер сияқты мамандардың бәрін сол қазтест өткізуге шақырамыз. Себебі олардың да министрліктердің жоспарында 2020 жылға дейін жоспар тұр. Мысалы, полиция қызметкерлері 2020 жылға дейін өздерінің 75% қазтесттен өтіп болу керек. 2017 жылға дейін 75%. Сондықтан олар өздерінің ішкі құрамын реттеп, қазтест тапсыра алатын адамдардың, мамандарын бізге жолдап отырады. Қазтесттің 2 деңгейі бар. Бірінші деңгей, қазтестке бірінші келген адам, ол өзінің қазтест бойынша қазақ тіл білімінің деңгейін анықтайды. Сосын деңгейін анықтап, бағасын алғаннан кейін ол ойланады. Себебі бізде А1, А2, В1, В2, С деген 5 деңгейі бар. Егер ол қатардағы қарапайым маман болса, бас маман, жетекші маман болса, оған В1, В2 деңгейі керек. Ал ол байқау сынағынан А1, А2 деңгейін алса, ол өзінің қазақ тілді білімі, өзінің лауазымы сай емес екенін біледі. Сондықтан оған дайындалуға қажеттілік туындайды. Ол бәрібір қайта тапсырып қазтестіне В2 деңгейіне шығу керек. В2 деңгейіне шыққаннан кейін шығарда ол бірден екінші сатысына сертификат алуға тапсыруы мүмкін.
бірақ сертификат алмай жаңағы В2 деңгейін қорғай алам ба, қорғай алмайм ба деп тағы байқау тестісін тапсыруы мүмкін. Бұның бар айырмасы, сертификатқа тапсырса төлеген, тапсырып сертификат ала алмаса төлеген 4800 теңгесі босқа кетеді. Енді байқау тестісіне тағы келсе, бұл жерде шектеу жоқ. Байқау тестісіне келсе, байқау тестілері барлық мамандарға тегін. Мысалы, бір тапсырғанда А1 деңгейін тапсырып, екінші байқау тестісіне келіп, В2 деңгейіне шықса, үшінші тестілеу сертификатқа келіп, жаңағы 4800 теңгесін төлеп сертификат алуына болады. Енді қазіргі талап бойынша мемлекет қызметшіде, жалпы бюджет қызметіндегі мамандар да қазтест тапсыра алмай қалса, ешқандай шара қолданылмайды. Бұл қазір біріншіден жасыратын жоқ, республикада тұратын қазақ халқы мен басқа ұлыс өкілдерінің етін үйрету, қазтест не екенін түсіндіру бағытында жүргізіліп жатқан шаруалар. Біздің облысымызда қазтест тапсырудағы біздің нәтижелеріміз жақсы емес. Себебі аудандарда қазтест ұйымдастырдық біздер, 12 ауданда, Орал қаласында ұйымдастырдық. Сонда біздің байқағанымыз көбіне ұлты қазақ мамандар, біз қазтест тапсырамыз ғой деп, ешқандай әзірліксіз келіп қазтестке отырады. 2 сағат жарым уақыттың ішінде жаңағы 5 деңгейлі қазтестте өзіне жеткілікті деген бағаны ала алмайды, содан қазтест тапсыра алмайды. Ондай азаматтар бізде көп. Енді соңғы 2 жылда біз сертификатқа тапсыруды ұйымдастырып жүрміз. Мысалы, соңғы сертификатқа тапсырған 2015 жылғы сертификатқа тапсырған 600 маманның 300 сертификат ала алмай қалды. Тең жартысына жақыны ала алмай қалды. Олардың да жаңағыдай әңгіме, бұл жерде төлеген қаржы бір өзінен өзі. Екінші, бұл біздің облысымыздағы тіл білу деңгейін көрсетеді. Сондықтан бұл жерде біз аудан әкімдерімен сөйлесіп, басшылыққа ақпарат бергенде біз айтып отырмыз. Қазтестке тапсыратын, қазтесті байқау тестісі болсын, сертификатқа тапсырғанда болсын, мамандар әзірленіп, қазтесттің сұрақтарына дайындықпен келу керек. Қазір облысымызда қазтест бойынша сынаққа әзірлейтін мамандар бар. Солармен дұрыстап жұмыс істеп, бір айдай әзірленіп, сосын барып қазтест тапсырса, сынақтан да, сосын сертификаттан да жақсы деңгейге көтерілуіне болады. Жақсы, Махамбет аға, енді өзіңіз білесіз, Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдаған ұлт жоспары нақты 100 қадам жобасы бар. Осы жоба аясында енді әр саланың өзінің бағытталған тапсырмасын бекітіп бергенін білеміз. Мемлекеттік тілді дамытуға, елдің бірлігі, тұтастықты арттыруға бағытталған жұмыстардың бағытына тоқталып кетсеңіз, 100 қадамда сіздерге қандай бағыт-бағдар беріледі? Бізде енді 100 қадамнан 85-ші қадам мен 90-ші қадамның арасындағы шаралар, бұл енді бір тектілік пен бірлік. Осы қадамдардың аясында бұл ең бірінші үлкен жоба, бұл мәңгілік ел жобасы. Одан кейін үлкен ел, үлкен отбасы, менің елім жобасы бар. Нұрлы жол, нұрлы болашақ деген жоба, сосын ақпараттық қамту және ілгерілету. Бұл жобалардың қай-қайсысын алсақ та мемлекеттік тілдің осы жобаларға қатысуы бұл міндетті бірінші шарт болып есептеледі. Себебі біздің біртектілік саясатын қолдасақ та, бірлік саясатын қолдасақ та, Қазақстан Республикасындағы мемлекетті құраушы ұлт ретінде мемлекеттік тіл қазақ халқының тілі ретінде ең бірінші жолға қойылған. Бұл президентіміз айтқандай, қазақстандық қазақ халқы мен өзге ұлт өкілдерін біріктіретін фактор деп президентіміз біздің мемлекеттік тілге баға берген. Кезінде кеңестік қоғамда өмір сүрген кезде осы кеңестік қоғамдағы барлық ұлттар мен ұлыстарды біріктірген ол орыс тілі болды. Осы орыс тілінің қазіргі функциясы мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілге берілді. Сондықтан мемлекеттік тілдің деңгейінің жоғары болуы бұл көбіне жасыратын жоқ, біздің азаматтардың, Қазақстан Республикасының азаматтарының санасына байланысты. Егер қоғамның даму жағдайына қарап біздер мемлекеттік тілге көңіл бөлмейтін болсақ, онда мемлекеттік тілдің дамуы кемшін болады. Сондықтан тек қана заңмен ғана реттелмейді мемлекеттік тіл. Сондықтан мына мәңгілік ел мәселесінде көбіне қазақтың
халық ретінде қалыптасуы, қазақ халқының тарихы, сондай мәселелерге, рухани мәселелерге көп көңіл бөлініп отыр. Себебі адам өзі мемлекеттік тілді білмей, мысалы қазіргі мына алғыс айту күні деген күндер бар бізде. Мемлекеттік тілді білмей, қазақ халқымен тату бірлікте тұру мүмкін емес. Осы мәселе бізде тек қана біздегі азаматтардың санасына ғана бағытталған. Егер қазақ халқын шынайы құрметтейтін адамдардың бәрі бізде мемлекеттік тіл білуге тиіс. Себебі мемлекеттік тіл туралы айтылған кезде Қазақстан Республикасының тілдер туралы заңында мемлекеттік тілді білу мысалы парыз дейді. Парыз дейді, кейде қарыз дейді. Осыған дейін кейбір мысалы пікірталастарда осы бапқа көптеген ғалымдар өздерінің пікірлерін айтып жүрді. Мысалы, парыз деп айтсақ та, қарыз деп айтсақ та, жалпы Қазақстан Республикасының азаматы қарызын өтемеуі де мүмкін деп. Қарыз болып өмір бойы жүре беруі мүмкін мемлекетке тілді үйренбей деп. Сондықтан басқа көрші мемлекеттердегі сияқты мемлекеттік тілді білу Қазақстан Республикасының азаматының міндеті деп біз өзгертуге тиіспіз деген мысалы пікірлер мына тіл жанашырлар арасында көп айтылады. Бұл енді міндеттеу мәселесінде біз енді тілдер туралы заңды қазақ халқы, басқа халықтар жақсы біледі. Міндеттеу мәселесі жөнінде біздерде тек қана парыз деп көрсетілген Конституцияда. Сондықтан бұл жерде бір тілді зорлап үйрету біздің Қазақстан Республикасының саясатына үйлеспейді. Сондықтан қашанда біздің кейде тіл жанашырлар айтып атады, немерелеріне орыс тілінде сөйлеген әжелерге, аталарға реніш білдіріп атады. Неге? Себебі немерелер өсіп жатқан жас ұрпақ бұл болашақ тілді пайдаланушылар. Егер біз оларды балабақшадан бастап, үйден бастап орыс тілінде сөйлетіп үйрете бастасақ, олар ертең өзінің ұлтына немқұрайлы қарайды. Осы мәселелер қоғамда қазір жиі айтылып, жиі пікірталастың тақырыбына айналып қоя жатыр. Бірақ мемлекеттік мекемелерде біздің президентіміз ұстанған бағыт тіл саласында зорлық-зомбылық болмайды. Мысалы, балаларды білім алдырарда Конституция бойынша Қазақстан Республикасының азаматтары балалардың білім алатын тілін өздері таңдайды. Не орыс тілінде, не қазақ тілінде деп жазылған. Сондықтан білім алудың тілі азаматтың өзінің құқығында. Сондықтан біздер кейбір азаматтарға неге орыс тілінде білім беретін мектептерге беріп жатсыз деп, мысалы, реніш білдіре алмаймыз. Бірақ бұл жағдайда да біздер көптеген шаралар ұйымдастырып, қалалық мәслихаттың депутаттарымен бірге, тіл жанашырларымен бірге оқу жылы аяқталғанда осы мектептерге барып, ата-аналардың жиналысына қатысып, болашақ бірінші сыныпқа баратын балалардың ата-аналардың жиналысына қатысып, сонда біз айтып, ол неге сендер екі мектептің де жағдайы тең, екі мектепте жақсы білім береді, орыс мектебі де, қазақ мектебі де. Бірақ қазақ мектебін бітірген бала қос тілді болып шығады. Екі тілді біледі, қазақ тілін, орыс тілін біледі. Ал өкінішке орай орыс тілінде білім алатын мектепке келген бала ертең қазақ тіліне білімі тайыз болып шығады деп түсіндіріп айтып жүрміз. Енді ол үлкен шынында да қорытынды беріп жатқан жоқ, бірақ жылма-жыл бір 100 шақты баланы, мысалы, қазақ балаларының соның ішінде қазақ мектептеріне беруге мүмкіндіктер туып отыр. Бірақ бұл негізі қоғамдағы санаға байланысты. Бір белгілі қиындықтарға байланысты, егер соның ішінде қазақ азаматтар өз тілінен жеритін болса, болашақта баламыз күн көре алмай қалар-ау, жұмыс таба алмай қалар-ау, өмір сүре алмай қалар-ау деп тілді кемсітсе, басқа мысалы тілдегі мектептерге беріп жатса, ол енді ол адамның тілге деген жанашырлығы жоқ деген сөз. Себебі қазіргі кезде өмір көрсетіп отыр. Жалпы мемлекеттік тілді жақсы меңгерген азаматтар шын мәнінде көбі ұлтжанды болып келеді. Сондықтан осы мәселеге мен көңіл аударғым келеді. Сондықтан біздер енді талай сын халықтың аузынан естіп жатырмыз. Сонда да біздер әлі де мемлекеттік тілде білім беретін мектептерге, соның ішінде бірінші сыныптарға балаларды бергенін қалаймыз, оны жасыратын ештеңе жоқ. Жасаға бізге берілген уақыт аяқтала келді. Сондықтан сөзімізді қорытындыласақ,
ана тілінде сөйлеу, ұлтқа қызмет ету әрдайым отбасындағы тәрбиеден басталады. Жаңа өзіңіз айтып жатқан, баланы мектепке қазақша беру, баланы қазақша балабақшаға беруден басталады. Сондықтан біздің экранның ар жағында отырған жас отбасылар бар, биыл ғана баласын мектепке беретін ата-аналарымыз бар, жастарымыз бар. Көрермендерге осы ұлттық рух, ұлтқа қызмет етуге қатысты айтар пікіріңіз болса, біз сізді тыңдап тұрмыз. Ең бастысы біздің қоғамда қазір қажеттілік, бұл біздің қоғамның мемлекет құраушы ұлт қазақ халқы мен басқа ұлыс өкілдерінің бірлігі, татулығы. Себебі осы мәселеде біздер өзіміздің мәдениетімізді, ана тілімізді, өзіміздің салт дәстүрімізді қорғай отырып, құрметтей отырып қана жете аламыз. Себебі біз өзімізді өзіміз сыйламасақ, басқа ұлт бізді сыйламайды. Сондықтан тіл мәселесіне келгенде, бұл тіл біздің біріншіден ұлтымыз сақтайтын құрал, екіншіден біздің жеріміз сақтайтын құрал. Адам баласында ең бірінші тіл пайда болды. Тіл арқылы адам баласы бір қоғамға бірікті. Қоғамға бірігіп, мемлекет болып, содан кейін барып жер адам баласына бітті маңдайына. Себебі бір қоғам бір тілде сөйлейді, бір ой ойлайды. Сондықтан осы мәселеде біздер өзіміздің тілімізді қашанда басқа тілдерден жоғары көріп, басқа тілдерден артық құрметтеуіміз керек. Оны біздің ақын жазушыларымыз да айтып келе жатыр. Егер біздер жаңа айтқандай басқа өмірдегі болып жатқан жағдайларға еліктеп тілімізді әлсірететін болсақ, біздер белгілі бір уақыттан кейін өзіміздің қай ұлтқа жататынымызды түсінбей қалуымыз мүмкін. Себебі төлқұжатымызда қазақ деген сөз тұрады, ал аузымызда басқа ұлттардың тілі жүреді. Сондықтан біз ассимиляцияға көнбейтін тегі мықты халық болуымыз керек. Мысалы, әлемде ондай халықтар бар. Мысалы, қай жерде жүрсе де Қытай халқы ешқашан басқа тілде сөйлемейді. Тек Қытай тілінде сөйлейді. Қытай халқын зерттеген ғалымдар қазір осы әлемдегі халықтардың ішіндегі ең өзгертуге көнбейтін халық деп есептелінеді. Қытай жер шарының қай жерінде жүрсе де ол Қытай. Оған ешкім күмәнмен қарай алмайды, себебі ол Қытай тілінде сөйлейді. Осындай ұлтжандылық біздің қазақ халқына керек. Себебі 2 миллиардқа жақындаған Қытай өзінің Қытай тілін, өзінің мәдениетін тек қана өзіне өзі құрмет арқылы ғана сақтап келді. Егер біздер тілге деген құрметті азайтсақ, мәдениетке деген селсоқ қарайтын болсақ, онда шынында да біз белгілі бір кезеңнен кейін өзіміздің қай ұлтқа жататынымызды да айта алмауымыз мүмкін. Бір кездерде кейбір басқа ұлттардың тәрбиесіне ассимиляцияға түсіп кеткен адамдардың кейбір кездерде бір мақалаларды оқығанда мен қазақ болғаныма өкінемін деп жатқандарында түсінеміз. Оған мысалы қазақ халқы кінәлі емес, оған қазақ тілі ана тіліміз кінәлі емес. Ол адамның өзінің отбасынан алған тәрбиесі, ол басқа елдің тілін, басқа елдің мәдениетін, өзінің қазақтың төл мәдениетінен, төл тілінен артық санап өскен адамдар. Сондықтан оларға өздерін қазақ деп айту біртүрлі ұят болып көрінеді. Осындай рухани аурудан біздер сау болуымыз керек. Біздің болашақта ұрпағымыз рухани дені сау, рухы биік болып өссе ғана біз қазақ халқын, қазақ тілін сақтай аламыз. Құрметті көрермендер, біздің бағдарламамыз өзінің аяғына келіп жетті. Біз сіздермен тура бір аптаға қоштасамыз. Бағдарламаның соңында естеріңізге сала кетейін. Бүгін бізде қонақта болған Батыс Қазақстан облыстық тілдерді дамыту басқармасының басшысы Махамбет Ихсанғали. Аға, осы салада атқарып жатқан жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Елдің алдында жүрген азаматтарсыздар, сондықтан сіздердің әрбір сөздеріңіз маңызды. Бүгінгі біздің жастарымыз баласын қазақша балабақшаға берсін, қазақша мектепке берсін, қазақ тілінде сөйлейтін орта көбейе түссін. Бағдарлама Батыс Қазақстан облыстық тілдерді дамыту басқармасының тапсырысымен дайындалғанын естеріңізге сала кетемін. Мен сіздермен тура бір аптаға қоштасамын. Аман, сау болыңыздар.